бір өлең қосам, кім сол өлеңді бірінші табат, мына жерге келіп тауып алу керек, осы өлең деп. Соған подарка береміз. Болды. Дым қиын ештеңе жоқ. Кім әкетеді, сол 80-ге келсін, Алла жазса. Қос музыканы ал, жібер. Қандай өлең? Қандай өлең? Мында кеп айту керек, қане? Келіңіз сешенді. Кәдімгідей билеп келе ме десем, жүгіріп келетсіз ғой сіз кәдімгі. Менің үйімде фен жоқ деген сияқты. Қалай, сіз кім болып келесіз? Мен Жұматақпенің келіні болып келем. Келіні болып келесіз, иә? Хорошо. Қандай ән болды? Өмір, өмір, өмір деген қаталап, өмірге адам келмеді ғой қайталап. Шапалағырайық тапты. Міне, почти міне, мына пада өз опоң шашыңыз бар екен, сізге или даже бұдан да күшті подарка берейінші. Мына сіз сырты ойрағанмен ойламаңыз. Бірақ қана сұрақ қоям, дұрыс жауап бересіз, алып кетесіз. Болды. Есіміңіз кім? Шолпан. Дұрыс! Не деген ми? Шапалағырайықшы Шолпан ханымға. Бір подарка ал, тезірек келу керек. Бұл жерде жылдамдық ағайын. Қос музыка, келесі. Кім? Ал! Қандай өлең? Мында келу керек, мында! Шіркін. Марқұм Шатуновтың өзі де тіріліп келді міне. Есіміңіз кім? Мен негіз Шак Норрис дейтін. Точно халал той ма? Қандай ән? Ласковый майдың қай ғана? Розы. Жақсы, ана Шатуновтың әруағын аунатпай сізге бір подарка беріп қойық. Все, шапалақ ұрып қой. Енді тыныш отырыңыз, аға. Енді тыныш отырыңыз. Жоқ, отыр көке. Ай, көкем ай. Келесі өлең, ал, кеттік, кім табады? Мында келу керек, мында. Сіз қаншадасыз? 9-дасыз ба? Бұл 90-ға келгендерге арналған ойын ғой. Сен бір сәл күт, үйленгесін ба? Қатын асайшы, одан да сен бірінші. Сәл күт. Так, келіңіз, есіміңіз кім? Гүлзат. Кім болып келесіз? Құдағи. Қош, құдағиға күшті подарка беру керек қой, ты что? Почти сіздікі, міне. Қандай ән? Шоқ қыздар. Шоқ қыздар, кім айтады? Бейбіт Қорған. Бейбіт, хотя бы бір сұрақ қойайын. Мынау не? Люстра. Люстра емес, шайнек. Жарайды, ала берін. Шапалақ ұрып қояқ, ал. Что-то мынау 6-шы стол вообще шықпай жатыр. 6-шы столда кім отырғандар? 6-шы столда отырғандар кім, көке? Танымайсыз ба? Все. Неғып шықпай жатсыздар сіздер? Нағыз, бірінші осы жиендер келу керек қой. Ал, қос музыка, кеттік. Би қайда, би! Өне, ана қара, биді қара. Мен мұнандай биді бірінші рет көріп тұрмын, қалай. Мұрты болмаса да құрты бар екен бар ғой. Есіміңіз кім аға? Рахымжан болады. Рахымжан көке, кім болып келесіз? Жиенімін. Жиен. Значит, мына кісілер нағашы ма? Нағашы. Вот дұрыс. Мен вообще өзім туыстардан нағашылар жақсы көрем. Өйткені мен 15 жасыма дейін нағашылардың қолында тұрғам. Ну, просто нағашылардың бәрі біздің үйде тұрды. Қандай ән? Шынури. Шынури. Аға, андай болады ғой, бір таналисқа түсу керек, слух деп. Бірақ қорықпай шыққанның өзі батылдық қой, ризам. Слухың болмаса да духың бар екен, көке. Тепал деген шайнек. Сөздің көркі мақал, шайдың көркі тепал, еркектің көркі тоқал. Ошым, мынау сізге, көке, ала беріңіз. Шапалақ ұрықпақ, рәкеңе. Ал енді
Апамның төркіні бар ма? Төркіні. Қай жерде отыр? Төркіні. Төркіні. Төркін сіздер ме? Болды ма? Төркініне бір музыка арнайық. Бірақ мына жақ білсеңіздер, келе беріңіздер шкенеке. Ал. Ана жақтан сіз шықтыңыз, ана жақтан бір кісі шығып, оның көңілін қайтаруға болмайды. Гаида, милицияда істеген қайсы ағайындардың, сол біледі ғой, мысалы, шопыр бүйтіп келетіп, тоқтатып, оны қайтарып жерсе, не обидно ғой, дұрыс емес қой. Кім шықты? Қызыл көйлек, қызыл көйлек. Шығыңыз, шық. Ал кеттік, қосшы музыка. Көйлекті өлтіріпсіз енді бар ғой, күшті. Так, сіздің есіңіз кім? Самиға. Кім? Самиға. Самиға. Очень приятно, взаимно. Самиға қайдан келді? Талдықорғаннан. Қойшы Талдықорғаннан келді, құдағи. Құдағи. Үші, бұжақ құдалар жан-жақтан, не? Талдықорған, күшті. Сіздің есіңіз? Баян. Баян. Қайдан келді? Алматыдан. Мәссаған, Алматы, Талдықорған. Бұлар екі облысқа бөлінгеннен бастап бір-бірін жақтырмай жүр. Қазір соның точкасын қоямыз. Мынау Алматыдан барахолкадан келді. Бірақ через Талдықорған Қытайдың границасымен келді. Не Алматы әкетеді, не Талдықорған әкетеді. Ондай болмайды. Қалай Алматыға бір жол? Онда неге шошандап шықтың? Даканса. Сіз құдағисыз ғой. Сіз тойды көтермегенде кім көтереді? Алматыға бәрібір ол. Любоймен разнарас шығам деп тұр. Қазір сізге бір музыка қосылады, сізге жеке-жеке билейсіздер, кімнің биі мықты, сол подарка әкетеді. Бірінші Талдықорған, новый облыс қой қанша дегенмен. Талдықорғанның биі қос! Әне! Шапалақ! Все, рахмет. 80% шапалақ ұрайық, бұл кісіге Талғат ағамыз поддержка берді. Сізге кімді шақырып алайын поддержка беруге? Рахатты или Қайратты? Қайсын айтыңыз? Қайрат, Қайреке! Кеттік. Қайсы? Мұрт па? Мұрты жоғы ма? Қайсы ол? Мен ағайындардың мұртымен... Рахат. Все, Рахат шақырайық. Маманың тойы ғой, Рахат. Так что давай пахать. Дайынсыз ба? Енді ағадан да асып кету керек. Мына кісі Алматы. Екеуің күшті цветпен келісіп тұрсыздар. Давай, ал, жүр. Ал! Ана қара! Алматы! Өйді! Әй! Шапалақ қайда? Мына кісіге бар ғой, қандай өлең қосса билей беретін сияқты ғой мына. Енді наоборот, бір тойский өлең қосшы, кәне. Осыны әкіп кетсеңіз, тойшын алып кетесіз, кәне. Ал! Ортаға кел ағайын, қарап қалма ойнаңдар. Шапалақ ұрайық, әкетті. Сізге мынау подарка, қабыл алыңыз. Сізге мынаны бермей-ақ қойыңызшы, мынау не бушный, істемейді бәрібір. Ақа, сіз бара берсеңіз, сізге мынауын берейінші. Мынаның ішінде не бар екен білмеймін. По-моему, пустой коробка. Рахмет, апа, аман болыңызшы. Керемет қой. Енді Жұмат апа, кім мешайттап атқан кім сізге? Өсек соғып атқан? Мағрипа Харпылаевна, мешайттама, қызы ма, келіні ма? Қызы ма? Доча? Мешайттама. Апа, жасыңыз ұзақ болсын. Міне, негізі бар ғой, қазір әйелдердің емес, міне кеше ғана еркектердің мейрамы болып жатыр, дұрыс па? Еркектердің. Соның өзінде біз міне әйел затына той істеп беріп жатырмыз. Вообще мен ойлап қарасам бар ғой, қазақ сияқылды әйелді сыйлайтын халық жоқ міне. Түгел күшті сөздің бәрі қазақта тока әйелдерге арналған. Жұмақ еркектің табанында деген біреуді естідіңіздер ме? Жоқ ондай. Түгел күшті сөз тока әйелдерге бізде. Жұмақ ананың табан астында.
Тағы қандай бар? Ана бір қолмен бесік тербетеді, екінші қолмен әлем тербетеді. Анаңды алты рет Меккеге апар, қарызыңнан құтылмайсың, көрдің бе? Ал бізге еркекке ондай сөздер вообще жоқ. Еркекке бізге қалған сөздер сол жаңағы. Атаңның басы, әкеңнің аузы. Еще соған риза боламыз, бізді айтып жатыр деп. Кеше ғана біздің еркектердің мерекесі болды. Давайте бір осы шапалақта еркектер үшін соғайық ағайындар, қанекей.